Ереке, ассалаумағалейкум біріншіден. Екіншіден, екі сұрағым бар. Каспий туралы ойыңыз, Каспий футбол клубы туралы. Сосын ертеңгі ойын туралы. Қазақстан мен Бельгиямен болатын ойын туралы ойыңыз. Бірінші мынау Каспий командасы туралы айтайын. Бірінші сұрақ сол болғаннан кейін Каспий командасына негізі мен арасында қарап ойындарын көріп тұратын бар. Ондай әдетім бар. Сосын Қазақстан кубогында Қайратпен ойынды көрдім. Өте тамаша матч болды. Негізі Ақтауда өте талантты футболшылар бар, біршама бар. Бұрында шыққан, қазірде шығып жатыр. Мен Бразилияда болған кезде 2014 жылы сол Ақтаудың бір баласы болған, Мақсат қойдым, аты ұмытып қалдым. Бразилиялық бапкерлер мақтаған, өте тамаша, табиғаты келіңкірейді. Сондай бір қазір Каспийден ойнап отыр. Ойнап отыр Мақсат Тайкенов деген. Иә, мен көрсең сәлем айт. Обязательно. Репортаж жасаңыз ең соңында үйді сағындым, апамды сағындым деп сөйтіп сұхбат берген. 3 жыл болған ғой Бразилияда жатқанына. Сол бар, Мақсат білем я. Сондықтан жалпы ол менің ойымша бірінші кезекте мен қазір мына инфрақұрылым жағынан кішкене көбірек көтеріп жатырмын, өйткені инфрақұрылым болмаса футболды көтеру мүмкін емес. Стадион керек Ақтауға. Каспийдің жағасына өлтіріп тұрып. Бакуде мысалға да керемет 2-3 стадионды көріп келдім осы жақында ғана. 60 мың адам, 70 мың. Неге Бакуде стадионның бір 20 мың адамдық таза футбол қылып, әдемі қылып Ақтауға салмаса? Неге? Мұнай бар, ақша бар, құдайға шүкір. Мен таңғаламын. Осы мәселені бірінші кезекте көтеру керек. Ол Каспий командасы премьер-лигаға шығады, келесі жылы ұшып көтеріп, қайтадан шығар. Ол өмір бақи жүре береді. Бүкіл Қазақстанның футбол клубының тарихы сол. Тараздікі мен білем ғой, өмір бақи тарихы сондай. Бірақ оны көтеру үшін стадион керек, жасыл алаңдары керек. Жаңаөзенде стадион бар. Неге команда құрмасқа? Бейнеуде неге футбол туралы жаңағындай стадиондар, командалар. Кіші футбол жақсы дамып жатыр ол жақта Ақтауда мен естуімше. Бірақ үлкен футбол қалыпты кетіп жатыр. Сондықтан үлкен футболды бұрын ғана Маңғыстауда команда болған кәдімгі керемет. Мен дұрыс айтады, Алланың нұры жауған адам. Сосын шын айтқан кезде сол командаларды қайта жаңғырту керек. Ол үшін бүкіл условия бар. Тек істейтін 2-3 адам керек соның барлығын ұйымдастыру. Қазір хорватиялық адамдар шақырып, амал жоқ осындай менеджментке көшті. Ақтауда жаңа футболды қадағалап отырған басшылық. Ол да бір жағынан дұрыс, бірақ ол ұзақ дүние емес. Өтеді, кететін нәрселер. Сондықтан Ақтауға осы футболды дамыту керек, көтеру керек. Жергілікті футбол федерациясы атсалысып бірдеңе істегісі келеді, бірақ қолы байлаулы. Оны да көтеруіміз керек. Сондықтан екінші мәселе бұл Қазақстан Бельгия арасындағы матчқа айтатын болсам, Қазақстанға қарсы Бельгия құрама командасының негізгі құрамы шықса, өте тамаша болады. Біз өте ірі есеппен отырмаймыз. Тіпті тең ойнап кетуге де мүмкіндік болуы мүмкін. Ал екінші қосалқы құрам шығарса, онда шанс өте нашар болады. Жағдайымыз күрт нашарлап кетеді. Өйткені бұлардың қосалқы құрамда отырған жаңа Батшуай деген сияқты, Ван Акен дегендердің барлығы керемет ойнайды. Олар кәдімгі жұлқынып, өз-өздерін көрсетуге дайын тұр. Өйткені Бельгия Еуропа чемпионатына шығып қойған команда, қазір жаттығу жұмыстарын жасап жүр негізі. Ертеңгі матчта жаттығу, мынау да жаттығу мен сізге айтайын. Сондықтан бірінші құрамы шықса екен деп тілеп отырмын, шын айтқанда. Екінші құрамнан бізге ешқандай шын айтқанда пайда жоқ. Рахмет, сәттілік біздің командамызға.